Дәурен Айдарқұлов өзіне қатысты ақпараттарды қаншалықты растады? Люди, их никогда не обманешь, поэтому... Бірнеше ай бойы үнсіз жүрген актер «Гламур для дур» фильмінің төңірегінде болған шуға қатысты алғаш рет өз ойын білдірді. Дәурен мен Ақботаның некелерін ресми рәсімдеген рас па? Ұят деген нәрсе бар, поэтому... Жұлдызды жұп, ол әлде қыз күтіп жүрме? Пока в секрете. Арман Дүйсеновтың музыкалық комедиясы үлкен прокатқа шықты. Композитор алғашқы киностудиясына қанша қаражат жұмсады? Біраз ақша кетті. Жұлдыздарға қарағанда Ермахан Ибраимовтың әңгімесі қысқа. Атақты боксшы кімді және не үшін талдырып тастаған? Хук дейді. Хук ұрған кезде менің жаңа мұзығым талып түсті. Кешью тобының қыздары тағы қай құпиясын жасырып жүр? Ешкімге айтпаңыз, жарай ма? Ешкімге айтпаңызшы. Арман мен Ашаның ел естімеген жаңалығы қандай? Жұлдызды жұптың өнерден кетіп, жеке бизнеспен айналысқалы жүрген рас па? Ең бастысы осы болып тұр, әрі қарай айта алмаймыз. Не екен? Бүгін айта берсін бағдарламасы тағы да көп жұлдыздың құпиясын ашып, жалпақ жұртқа жар етпек. Біздің түсіру тобымыз Оралман из Питера комедиясының тұсаукесер кешіне арнайы қатысып, шоу-бизнес өкілдерінің соңғы жаңалығын біліп қайтты. Сондай-ақ айта берсін, өткен аптада қоғамда көп талқыға түскен 5 жаңалықтың тізімін жасап, ең көп сөзге іліккен жұлдыздардың есімін анықтады. Дәл қазір айтамыз. Экраннан алыс кетпеңіздер. Братан, контроль на септа. Стопудово сегодня гуляем. Бұл фильм Арман Дүйсеновтың тырнақалды туындысы. Көпшілікке әнші, әрі композитор ретінде таныс Арман мырза бұл жолы өзін сценарий авторы ретінде сынап көрді. Питерден келген Оралман деп аталатын музыкалық комедия толықтай Қазақстанда түсіріліпті. Алайда, фильмнің Ресей қаласымен аталуының өз себебі бар дейді Дүйсенов мырза. Бұл жерде географияны іздеудің қажеті жоқ. Бұл жерде Оралман из Питера деген атауда психологиялық портреті бар. Негізгі кейіпкердің, жігіттің, Дәурен Айдарқұлов бауырымыз сомдайтын Абзал есімді жігіттің Петербург қаласында мектепте оқып, сол жерде музыкалық тәрбие көріп, одан кейін кенеттен белгілі себептермен ауылға қайту керек болды. Әкесі қара шаңырақ иесіз қалдырмау үшін ауылға көшіп келіп, ауылдың клубының музыкалық ансамбліне музыкант болып орналасуынан басталады барлық шытырман хикая. Фильмде басты рөлдердің бірін сомдаған Дәурен Айдарқұлов көпшілікке «Гламур для дур» фильмінен кейін ерекше танылды. Әзіл-сықақ, сатира жанрында өнер көрсетіп жүрген азамат, соңғы кезде режиссерлер тарапынан комедияға түсуге көп ұсыныс түсетінін жасырмайды. Бір қызығы, өзге әріптестер секілді кастингке өз еркімен бара қоймайтын Айдарқұлов мырза жақсы жұмыс, мені өзі тауып алады деп әзілдеп жауап берді. На кастингах не бывает, вот, Құдайға шүкір, знаешь, как-то вот сами приглашают и... Настроение хорошее. Сегодня? Ну, так и должно быть. «Гламур для дур» фильмінің төңірегінде болған шудан кейін тілшілерге сұхбат беруден бас тартып жүрген Дәурен Айдарқұлов өзі басты рөлін сомдаған комедияның тұсаукесер рәсіміне көтеріңкі көңіл күймен келіп, барлық бақ өкілдерінің сұрақтарына жауап беруге тырысты. Әсіресе фильмдегі өзі сомдаған кейіпкеріне актер ерекше сипаттама берді. Этот герой необычный парнишка. Он у нас из города Санкт-Петербург. И поэтому фильм называется «Оралман из Питера». Этот мальчик приезжает в Казахстан, возвращается в Казахстан, и именно там, на своей родине, он раскрывается. Раскрывается благодаря любви. Бір қызығы, комедия режиссері фильмдерді түсіруге машықтанған кәсіби режиссер емес, клипмейкер Ален Ниязбеков.
Отандық және шетелдік жұлдыздарға 80-нен астам бейне баян түсіріп үлгерген Ниязбеков мырзаның бұл жобаға неге қатысқанын көпшілік түсінбей әлек. Бар құпия, музыкалық комедия деген сөз тіркесінің астарында жатса керек. Әзірге бұл жағы бізге белгісіз. Белгілісі 40 күнге созылған түсірілім жұмыстары барлық шығармашылық топ үшін оңайға соқпады. Қиындықтар болды әрине, болмады емес, себебі тырнақалды жұмысымыз, бұл режиссердің де, продюсердің де тырнақалды жұмысы, сондықтан да локацияларды шынында да көбейтіп жібердік, олар өте көп болды, оларды кесуге біз қимадық, белгілі хронометражды сақтау үшін. Ал бірақ енді әттеген-ай десек те амал жоқ, кесуге тура келді. Ең бастысы драматургиялық жүйені жоғалтылмауға тырыстық. Және де кейбір мынау біздің ең алғашқы ешкімге көрсетпейтін кездерде көз шалып қалған көрермендеріміз өте жоғары баға беріп жатқанына қарағанда халыққа ұнайды деген үміттеміз. Здесь у меня проблема была с инструментами музыкальными, потому что если в плане пения хоть какие-то немножко есть соображения, как это делается, а вот в инструментах у меня à la partie de trois. Вообще. Поэтому пришлось учиться немножко играть на клавишах, узнавать, где до, ре, ми, фа, соль, ля, си, и опять вот это до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, как, что. Соответствие должно быть все. Ну, в общем, с музыкальными инструментами немножко была запарка, и туда пришлось много уделять внимания обучению. Көптеген шоу-бизнес өкілдерінің қатысуымен өткен комедиядағы кішігірім рөл әнші Мұқасан Шахзадаевқа да бұйырыпты. Менің рөлім бұл туындыда ерекше енді. Жалпы табиғатындағы жоқ нәрсе. Осы жердегі оралман из Питера дейді. Осындағы 3 жоғалған жігітті іздейтін ізкесуші ауылдың участковый болып рөлді сомдаймын. Жарқынай! Байың табылды ғой. Алматының әншілері ішіне қосып кет. Тек эпизодтық рөлге келсе қоймаған әнші Арман досына өзіне ерекше көрініп қалатын кейіпкерді сомдауға өтініш жасапты. Арман енді ол баста айтқан енді. Мына кинода міндетті түрде бір рөл бересің, ойнайсың ғой деп. Сол жерде ойында әшейін бір арасында жюри болып көрініп кететін болғанбыз. Сосын кейін мен Арманға айттым, Арман ол енді көрініп кете салмай, ақыр ойнағаннан кейін бір кішкене дұрыстау рөл ойнайық деп. Жылт етіп, көрініп жоқ болып кетпей. Сосын онда кім Арман енді ұсыныс жасады. Осындай рөл Мұқашаға сіз ойнайсыз ба, ойнамайсыз ба? Осындай менің участковый ойды. Мен айтам, ол енді ол актер болып, егер соған кірсек, ол жерде неге таңдау керек? Актер болғаны кейін актер барлық нені сомдау керек, мысалға жаңағы милицияның рөлі болсын, дәрігердің рөлі болсын, басқаның рөлі болсын. Бірақ әйтеуір маған осы рөлі бұйырды, соны ойнап шықтым. Фильмнің тұсаукесеріне көптеп жиналған эстрада жұлдыздарының арасында атақты боксшы Ермахан Ибраимов та жүр. Бірақ спортшы отандық туындыларды көруге емес, әзілдерін тыңдауға келемін дейді. Енді бір күліп алуға болады да, бір рет қарап, бір рет күліп алуға болады. Енді ар жағын енді айтады ғой, телекөрермендер өздері айта жатады, но дегенмен де бір рет қарап айтады ғой, от души дейді. Жақсылап күліп алуға жарайтын кинолар. Арман Дүйсеновтың картинасында Ермахан мырзаға рөл бұйырмағанымен танымал спортшы жақын арада басқа қазақстандық кинода бой көрсететінін айтып қалды. Мен Нұртас Адамбаевтың «Мальчишник в Алмате» деген киносында Тайсонның рөлін ойнап түстім. Енді жақында шығады дейді, соны өзім аса күтіп жүрмін, қалай болғанын көргім келеді. Қандай талап қойды сізге режиссер? Не істеу керек болды? Мен 3 бұзықтың біреуін ұрып құлатуым керек болды. Сол рөлде ойнадым, менің ойымша жақсы шыққан сияқты. Қанша дубль жасадыңыз? Бірнеше жарты күніміз кетті. Сондықтан да мен ойлаймын жақсы шыққан шығар деп. Ал түскен жоқ па жаңағы кейіпкер сызырғанда?
талып түсті, бірден талып түсті. Енді ол дубль ғой, енді шутя дейді. Шутя әзіл ретінде, бірақ жақсы рет ұрды. Оң қолмен жақсы тұрып айтады ғой, хук дейді. Хук ұрған кезде менің мұзығым талып түсті. Иә, жаңа фильмді үлкен прокатқа шығарып, керемет табысқа кенелгісі келген жоба авторлары киноға түсуге шоу-бизнес өкілдерімен танымал тұлғаларды көптеп шақыруға тырысады. Тіпті атың шықпаса жер өрте қағидасын ұстанатындар да көп. Олар жаңа туындыға деген көптің қызығушылығын арттыру мақсатында қара пиарға да жиі жүгінеді. Мұндай шараларға қатысты Дүйсенов мырзаның көзқарасы мүлдем басқа. Біздің дүние танымымызға томпақтау келеді, шынын айту керек. Сондықтан біз көбінесе классикалық қағидаға, үрдіске сүйенеміз. Ол қай жерде де жақсылық, қай жерде де қуаныш, ол әртүрлі жаңағыдай сіз айтпақшы қара пиарларды қолданатын адамдар да бар шығар. Олардың да ол жаңағыдай жұмысын жоққа шығаруға болмайды, себебі нәтижесін беріп жатыр, Құдайға шүкір. Бірақ енді әркімнің тағы да айтам, шығармашылықта да жалпы кез келген жұмыста өзінің саласы болады. Біздің бағыты болады, өзінің жүйесі болады, өзінің принциптері болады. Біз сол принциптерге сәйкес ондай жолға аса қатты бара бергіміз келмейді. Дегенмен бір кездері Дәурен мен Ақботаға қатысты дауды да көпшілік «Гламур для дур» фильмінің пиары деп түсінді. Расында да, көп айтылған сайын өтіріктің өзі шындыққа ұқсап кететінін ескерсек, мұндай әңгімелер бұл жұпқа да, фильмге де елдің қызығушылығын арттырды. Пиар үшін дәл осындай тәсілдерді қолданудың өзі үлкен шеберлік дейді Айдарқұлов мырза. Бірақ өзінің актрисамен арасындағы сезімі пиардың салқыны ма, әлде... Я всегда верю сарафанному радио, да, люди, их никогда не обманешь, поэтому пришел один человек, увидел фильм, он в восторге, и начинает с удовольствием рассказывать другим, что рекомендую сходить на этот фильм и так далее. Черный пиар, я всегда против него был. Я лучше за антоним черного пиара белый пиар или как, я не знаю. Ну, в общем, я за белый пиар, я за правду, я за то, чтобы качество говорило за себя. Түсініктақ, жаман айтпай жақсы жоқ демекші, Дәурен Ақбота жұбына қатысты қауесетті сан саққа жүгірткен бір қатар интернет сайттар бүгінде тынышталған сыңайлы. Дегенмен, анда-санда мазасын алатын кейбір Инстаграм қолданушыларының сан сауалынан актер әлі де құтыла алмай жүргенге ұқсайды. Екеудің махаббат арқылы танымалдылығы артқан Айдарқұлов мырза, мұндай шуға дайын болмасам да, барлығын қабылдап түсінуге тырыстым дейді. Это нормально, это природа человека, чтобы узнавать более подробно о людях, которых показывают в картинке. Мне, допустим, тоже интересно там про других личностей, которые мне импонируют, как у них там все. Это все нормально, поэтому что с этим бороться-то? Да и не бороться, просто жить с этим надо, и все нормально, спокойно. Жить как вода. Одна буква разница, а цена другая. По-моему, с 4 декабря, что ли, 1 декабря у нас была премьера фильма, 4 декабря Инстаграм запускает функцию, что можно убирать комментарии. Я с удовольствием этим воспользовался и на всех фотографиях удалил комментарии. Я думаю, что у каждого человека есть выбор, что делать с его фотографиями. Что касается закрывать, не закрывать, я его никогда не закрывал, у меня всегда был открытый аккаунт. Поэтому я, в принципе, открыт людям. Читаете, не читаете? Чего? Комментарии увидели Нет, просто блокирую и все, и продолжай дальше жить как вода. Инстаграм әлеуметтік желісіне өз суреттерін жүктемеймін деп, оқырманнан жағымсыз пікір естейтін өзге де шоу-бизнес өкілдері аз емес. Бастапқы кезде әр оқырманына жеке-жеке жарыса жауап қайтаратын жұлдыздар тобы бүгінде мұндай жазбаларға мән бермеуге тырысамыз дейді. Әлеуметтік желіде атың айтылатын, отбасың айтылатын, небір ғайбат сөздер болады, бірақ оның бәрі мен ойлаймын, ол адамның өзінің жазып отырған адамның өзінің деңгейі. Сондықтан да бірінші кезде, алғашқы кезде ойлайтын, кәдімгідей ұйықтамай, түнде уайымдап, жүрегім ауырып, сондай шығатын. Қазір оның бәрі негізі көп нәрсеге мән бермеу керек.
жаман нәрсеге мән берудің қажеті жоқ. Ең бастысы біз алға ұмтылуымыз керек, өсуіміз керек, ертеңгі күнге қарауымыз керек. Сондықтан да біз неге кейін кетуіміз керек? Кейін кетуге ешқандай мүмкіндік жасамау керек. Ал саған сондай жаман пікір жазып отқан адамдар, олар сенің кейін кетіп, сені сағыңды сындыру үшін әдейі жасалатын дүниелер. Сондықтан да мән бермеңіздер. Комментарияларға өте жіті бақылап отырамын, өйткені сол арқылы өзіңді түзейсің. Ренжімейсіз бе? Ренжімеймін. Неге ренжимін? Ешқандай ренжуге құқығымыз жоқ біздің халық. Енді бір кейде көзсіз сынап жатады, бұлап сөздер айтып жатады. Енді әркімнің мәдениеті әртүрлі, бірақ оның бәрін қабылдауға тиіссің. Өйткені ол сын ғой, сын түзелмей, мін түзелмей. Шолақ ойлайтын адамдар бар да, демді жаңағы бір қарағаннан жаңағы шап етіп айта салады, жаза салады, ойламастан оның қандай күйде тұрғанын, ол қай жерден келді, жолдан келді ма, жоқ, жол шығып баратыр ма, қандай күйде, оның басында қандай қиыншылық кешіп жатыр ма, жоқ, қуанып тұр ма, қандай әсерде, қандай кезде түсіп сурет салады ғой, енді әртүрлі сәттерде. Соны ойланбай жазып жатады. Енді адамның бәрі бірдей емес, жаза береді. Енді оның бәріне ренжи берсең, айтады қазақ битке өкпелеп, тоныңды отқа лақтырма деп. Енді бәріне өкпелеп, жаңағыдай быт-шыт болып, ашуланып, жауап қайтарып, сөз жазып, олай таусыла берсең, онда мүмкін инстаграмда отырудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Басқа да жаңағы желіде, басқа жауап берудің де қажеті жоқ деп ойлаймын. Жақсы да сындар жазады, негізі жақсы да сындар жазады, арасында болады енді. Барлығын теріс қабылдау болмайды. Жақсы сындар қабылдаса, сол сынды қабылдап, кішкене содан бір қорытынды шығаруға тырысамыз. Ал егерде қисынға келмейтін сын болатын болса, міндетті түрде ол сол сын жазылғаннан кейін не үшін жазылды, аржан бәрін ойлау керексіз ол мысалға. Ойлап бір қисынға келмейтін болған екен, міндетті түрде оны алып, қара тізімге тығып, өзіміздің инстаграмымызда солай шектеулік қоямыз болды. Оған жауап жазып, әзірге сотқа беру деген нәрсе жоқ. Негіз бірақ сондай бір заңда шықты, сотқа беріп, кішкене ақша істеп жатқандар да бар дейді. Ондайын Алла қылсын, енді құрсын. Оқимын, бірақ ешқайсысын қатты көңіліме алмаймын. Бірақ кейбір сындарды көңіліме алам, ол дұрыс сын болады. Себебі ол кемшілік, сол жазуды оқып жатып, өзім оны сезінем. Мысалы? Мысалға енді, киіну жағым, мысалға, шаш үлгім, әлде өзімді ұстау, өзіме осындай сұхбат беру. Мысалы, мына әндер жағы, мысалы үшін, не дейді, халық қалып айтпайды дейді ғой, сол себепті тыңдарман қауым біреуі жаны ашып айтады, біреуі көре алмастықпен айтады, оның барлығын көре алмайды деп санайтын болсақ, ол да дұрыс емес. Өткен аптада да Instagram желісін шулатқан шоу-бизнес өкілдері аз болмады. Бірі ашық-шашық киіммен көзге түссе, енді бірі елден ерек әрекет үшін сынның астына қалды. Олай болса, дәл қазір біз сіздерге Instagramды шулатқан жұлдыздардың есімдерін жариялаймыз. Ескертейік, бұл тізімде әрқайсысының өз орны бар. Сонымен, 5-ші орын. Ашық-шашық киіммен суретке түсіп, сынға ұшыраған шоу-бизнестің көрікті қыздарына бұйырды. Өзінің мәнсіз мүсінін елге көрсеткені сол екен, Жанар Дұғалова жағымсыз пікірдің астында қалды. Кәмшат Жолдыбаева мен сіңлісі Алтынай қыз өздерінің спортты сүйетіндерін дәлелдеу үшін қысқа көйлек киіп спортпен айналысып, айды аспанға бір-ақ шығарды. Ал Луинаның жыртық шалбарына қатысты қалың оқырман ит талаған деп баға берді. Айсәуле Бақытбек те кеудесін көрсетіп, суретке түскен үшін көпке жақпай қалды. Ішін жалаңаштай қойған әнші Санда да ұзын аяқтарымен торлы шұлығын көрсетіп, елдің сынына ілікті. Мысалы, бұрын соңында айтатынбыз, неге қысқа киесіңдер, қысқа юбка неге киесіңдер десем, бір қызға біздің жұмыстың талабы сондай дейді да. Мысалы енді, біздің жұмыстың талабы сондай дейді. Бізде барлығымызда бір киім дейді да, оны басқа киім киіп барамайсың. Сондықтан мен осында киіп жүруге мәжбүрмін дейді да. Содан соң енді мен деймай қалдым. Жалпы енді барлығының жәндегі талғамына сай, жәндегі қалай айтсақ болады, арғы адам арманың кет, семіз адам сиғаның кет дейді ғой жалпы. Сол себепті киім жарасып тұрса кигенге не жетсін деймін да мен өзім. Әнші қарындастарыма ренжімеймін енді. Енді әнші қарындастарымыз енді барлығының жұлдыз болғысы келеді ғой. Барлығының жұлдыз болғысы келеді. Жарқ етіп шыққысы келеді, ерекшеленгісі келеді. Сол себептен ерекше болып шығудың өзі бір бақыт қой. Сол себепті мен өзім ойлаймын енді. Жүре берсін. Иә, жүре берсін енді.
4-ші орында Талғат Теменов. Бұл кісі Тоқал фильмінің режиссеріне көргенсіз, ал фильмнің продюсеріне топас деп баға берді. 3-ші орын Баян Есентаеваға бұйырды. Продюсер ханым балайым 9 айға созылды деп мақтанып, елдің ашуына тиді. 2-ші орынға Соқыр махаббат фильміне пиар жасаймыз деп, бастары дауға қалған Сиви Махмуди мен Ренат Басит жайғасты. Ол кадрлар неге аласың? Мен айтып қой, үш балам бар деп. Жамандық пен жақсылық қатар жүреді ғой, жалпы. Енді бір нәрсе түрткі болған шығар енді. Мүмкін енді қалай айтсам болады. Мүмкін енді сындырса сындырған шығар автокөлігін. Жалпы енді қасында болмаған екен, ыңғайсыз ғой айту. Мен өзім білмеймін, араласпаған екен, көрмеген екен. Жалпы бірақ көрдім, сондай пиар болып жатыр екен деген. Енді черный пиарға өзім мүлде қарсымын мен. Ол қазіргі уақытта ол нәрсені бірден біліп қояды. Ешкімді алдай алмайсың қазір қара пиармен. Мен үшін өз басымды айтайын, біреулер үшін айтпай ақ қояйын, бәріне топырақ шашпай ақ қояйын. Өз басым ондай нәрсеге жүгінбеймін негізі. Бас жүлде мешітте туған күнін тойлаған Қарақат Әбілдинаға бұйырды. Танымал әншіні астаналық имамдар шектен шықты деп айыптаса, желі қолданушылары сүйікті әншілерінен көңілі қалғанын жарыса жазды. Бүгінгі тойға жиналған қыз-келіншектер, барлықтарыңыздың көкейлеріңіздегі арман тілектеріңіз орындалсын. Аяғы ауыр әйелдің барлық айтқан тілегі қабыл дейді ғой. Мен барлықтарыңызға Алладан денсаулық тілеймін бірінші кезекте. Барлығы құмар ғой қазір Инстаграмға салғанға. Енді өзімізде салып жатамыз ғой. Қай жерге барсақ соны салып жатамыз. Мүмкін енді қалай айтсақ болады. Бұнымен не деп айтсам екен? Жалпы енді мен өзім ойым енді. Құдайға бір табан жақындаған дұрыс қой. Мүмкін енді оның жақсы жағы да бар ғой. Мысалы соны көріп исламға бет бұратын қыздар көбейе деген ойым бар менің. Әйтеуір бәріміз болашақта енді баратын жеріміз сол мешіт қой. Барып тұратын да жеріміз мешіт. Содан соң бұл дұрыс жарнама шығар деп те ойлаймын бір шетінен. Қыздардың барлығын сол жаққа қарай жәнегі тартып, ойбай исламға келіңдер. Осы енді исламға бет бұрыңдар деген сөз ба деп ойлап қоям. Өзім сол жерде болдым. Жаңағыдай бізге айтты. Енді сол мешітке деген кішкене сыйлағандықтан соған сай етіп киініп келесіңдер ғой қыздар деп солай айтты. Содан кейін бәрі шашымыздың бәрі жауып солай бардық. Бәрі жақсы, уағыздар айтылды, діни әңгімелер айтады. Енді Қарақат жаңа құрсақ шашу деп Тамара енді енесі жоқ болғандықтан оның үстіне мына Алла берсе қыз дүниеге келейін деп жатыр да, мысалы соны қанша күтіп жылап жаңағыдай сөйтіп жеткен қыз ғой енді Алла берсе өмірге аман есен келсін. Содан жаңағы көтере алмай жүрген сол жерде балалар бар. Оның үстіне сол жерде дәріс алып жатқан 35-40 шақты оқушы қыздар бар. Және де кішкене тілдерінен кішкене дефекттер бар, солардың өздерінің құрандарын тыңдадық. Сондай әңгіме болып отырған. Сол кезде жаңағы Қыдырәліға енді туған күні құттықтап келу керек қой енді ол жерде ер адам болған жоқ. Әйел заттары болғандықтан сол кісі құттықтап келді. Содан енді біз бәріміз көңіліміз босап кетті де. Одан кейін ана жүргізуші қыз викториналық сұрақтар ұйымдастырып сөйткен екен, оның бәрін Қарақат білмейді. Мысалы қарап отырсаңыз, егер Қарақат білсе оған да мысалға мүмкін шек қояр ма еді. Ол сол жерде түсінбей қалды жаңағыдай викториналық сұрақтар мына ән деп соны айтып отқан кезде солай ары ғұмырда бәріміз Қыдырәлі ағаны көргеннен кейін бір қуанып солай бір айтып жіберген сәт болды да. Барлық жерде сол жерде бір үлкен той жиын болғандай әсер қалып қалды да. Негізінде ол жерде бір ары ғұмырда ғана айттық жаңағы викториналық сұрақтарға қыздар мына ән деп жауап беріп отырды, болды. Біз ол жерден бастан аяқ ондай болған жоқ, өзім басы қасында болдым ғой. Енді жоқ, ондай мүлдем болған жоқ. Сол әнді, сол ары ғұмырды бәріміз хормен жаңа қуанып Қыдырәлі аға келгенге солай енді Қарақаттың болмысы ғой өзі.
соған айттық. Енді кім біледі енді қайырлы соғар нәрсенің өзінің. Әркім өзінің түсінікше қабылдар енді. Ал кешью тобының қыздары өздері туралы пікір оқуды қойған көрінеді. Оған Баян Есентаеваның қатаң талабы себеп болған. Нақтырақ айтқанда, топ продюсері өз шәкірттеріне Instagram желісін жеке қолдануға шектеу қойған. Сол себептен төрттіктің жеке парақшалары белсенді түрде жұмыс істемейді. Ал Сара мен Элизаттың жеке парақшасын хакерлер бұзып, өз мақсаттарына сай пайдаланып жүрген көрінеді. Сара Бикеш, көңіл күйіңіз болмай тұрғаны осы жағдаймен байланысты емес пе? Жоқ, одан емес. Мен өзім көп сөйлегенді ұнатпаймын интервью бергенде. Сол жалпы өзіңіздің Инстаграмыңыз қайтарып алдыңыз ба? Жоқ, әлі алған жоқтым. Бірақ мен ойымша, егерде мен жаңа Инстаграм ашатын болсам, адам қорықпаймын, адамдар жинауға. Құдайға шүкір, соған ризамын. Бірақ мен өзім жазып көрген жоқпын, білмеймін қай жаққа жазатын. Өзгертіп тастаған атын. Элизаттың да страницасын, парақшасын. Жоқ. Мен күнде бұзып тастады, мен де әлі қайтара алмай жүрмін. Қалай ғана атты клипке дайындалу үшін, биге, вокалға көп уақыт кетті. Содан Инстаграм мазаламау үшін бізді алып тастады Инстаграмдан десек. Уақытша. Қалай ғана Сөйтіп, Инстаграм желісінен қол үзген жаңғақты қыздар тыңдармандарынан келіп түсетін сан сауал мен пікірлерді топтың ресми парақшасынан оқитынын айтады. Оның үстіне, соңғы кезде ол парақшада қыздардың жаңа құрамдағы алғашқы бейне баяндарына қатысты пікірлер көбейіп кетіпті. Біреулер мақтап жатса, басқасы төрттіктің клипін сынап әуре. Нақтырақ тоқталсақ, кейбір оқырманға Назымның мына көйлегі ұнамай қалған. Тіпті көпшілік жалт-жұлт етіп жарқыраған қысқа көйлекті Баян Есентаеваның қызы Айсәуле Бақытбектің үстінен көргенін жарыса жазып жатты. Сонымен, көйлек кімдікі? Мен ол кезде білген жоқпын, Айсәуленікі ма, Айсәуленікі емес па екенін. Маған стилист айтты, осы көйлекті ки деді. Жарайды дедім, кидім. Біраздан кейін жаңағы клип шыққаннан кейін, фанаттар байқағаннан кейін өзімді түсіндім, сол Айсәуленікі шығар деп. Байқасам екеуміздікі бірдей, мүмкін бірдей шығар, әлі сұраған жоқпын Айсәуледен. Дегенмен Баян ханымның қызының үстіндегі көйлекті шешіп алып, кешьюге кигізе салатындай жомарттығы жоқ сияқты еді. Айта кету керек, дәл мұндай көйлектер сымбатты, әрі мінсіз дене бітімі бар сұлуларға ғана жараса кететінін ескерсек, бейнебаянда подиумға шығуларыңыздың бір себебі белгілі болды. Бірақ сәтте әншіден супер модельге айналып шыға келгендеріңізге қарағанда, әлемдегі 90-60-90 сұлулық өлшеміне сай болғандарыңыз ғой. Солай ма, қыздар? Ондай параметр кешьюда жоқ. Біз бәріміз арықпыз. 90-60-90 емес. 60-қа жететін жер, бірақ 90-ға жетпейтін жер. Тым жас болған әкеміз 90-60-70 болу мүмкін. Мүмкін 80-55 деп. Ал салмақ? Салмақ неше? Негізінде біздің кешьюдің тәртібі бойынша 53-тен аспау керек. Біздің топта ең арық қыз Элизат. Оның салмағы 48. 48 ба? 47 ба? 48. Мен қазір 50. Демек, сіздердің ішкен жегендеріңіз де қатал продюсердің қатаң назарында болған ғой. Қатаң тәртіп ол әрқашан кешьюда болады ғой, дегенмен. Бірақ біз тамақ жеген кезде майлы тамақ жемеуге тырысамыз. Біздің басты диетамыз сол сияқты да.
Негізінде мен өзім жеке айтатын болсам, кішкене қыс болғаннан кейін, адам баласы болғаннан кейін жаңағы тәбеті мүлде өте ашық болады. Сондықтан мен кішкене салмақ қосып қойдым. Ешкімге айтпаңыз, жарай ма? Ешкімге айтпаңызшы. Офисқа барған кезімізде Баямақсат қызым өзі болса, өзі бізді шақырып алып, өзі тексереді. Кешеулік Балжан Бидаш продюсеріне айыппұл төлемес үшін артық салмақтан арылу жолдарын іздеп жүрсе, топтың экс мүшесі бұрынғы әріптестерін аяп жүргенін айтады. Тіпті өзінің Есентаеваның қатал ережесінен құтылғанын бізге қуана жеткізді. Енді жұлдыз ішер тамағым қандай да бір талапқа бағынбайды дейді. Мен өзім кинотеатрға келсем, міндетті түрде слэш ішем. Ол қыс айлары болсын, жаз мезгілі болсын, бәрібір мен слэшті тамағым ауырса да іше беремін. Білмеймін, өзіме қатты ұнайды. Бірақ расында да кешью тобынан кеткеннен кейін мен өзіме бір жеңілдік бердім бе, тамақтың түр-түрін жеп, көп жеп қоям. Қазір 1-2 килограмм салмақ қосқаным бар, оны жасыра алмаймын. Кешью тобында болғанда ол міндетті түрде хореография, бүкіл гастроль бойымен жүгіріп жүрген кезде ол кетіп қалады. Ол денеде сақталмайды, сонымен. Балжан Бидаш, Жұлдыз Өмірғалимен бірге кешью тобында өнер көрсеткен Ақбота Сейітмағамбет болса, артық салмақ қосқан үшін уайымдап жүрген жоқ. Ана болуға әзірленіп жүрген әнші Инстаграмдағы парақшасына жаңа суреттерін жүктеп, өзін жақсы сезінетінін айтады. Тіпті жүкті әйелдердің 10 келіге дейін салмақ қосатынын ескерсек, Ақботаның көп салмақ жинай қоймағаны байқалады. Ал болашақ сәбидің әкесі Дәурен Айдарқұлов Ақботамен танысып, жас әншіге ғашық болған кездерін күліп еске алады. Мәселен, «Гламур для дур» фильмінің түсіру алаңында актер... Ну, смотрите, на сцене происходят интересные вещи. Говорят «стоп», и за сценой происходят интересные вещи. Все. А стоп говорят тогда? И в номинации «Лучший журналист года» 2017 года объявляется наша Анюта. Спасибо большое, или еще не все? Дәурен мырза, біз сізден салмақты сұхбат аламыз ба дегенек. Сіз болсаңыз барлық сауалымызды әзілге айналдырып қоймайсыз. Жарайды делік. Дегенмен, жек өміріне қатысты сауал қоймауымызды өтінген актер микрофонымызды сөндірген сәтте бақыттан басы айналып жүрген жасырмады. Ақбота екеуі ұл күтіп жүргендерінде айтып қалды. Сүйіктісіне ел күткендей әдемі, әрі романтикалық ұсыныс жасамаса да, Дәурен мырза Ақботаға деген сезімім ерекше деп отыр. Ал Жұлдыз Өмірғали бұрынғы әріптесіне әйел бақытын тіледі. Бірақ өзінің отбасылы болуға, ана тануға асықпайтынын айтады. Күйеуге шығам деген, ол қазіргі уақытта білмеймін, күйеуге әзірге шықпайтын сияқтымын, өзім білмеймін, сезіп жүрмін. Ондай ұсыныс түспейтін сияқты. Мүмкін бір уақытта, егер ондай, өзімде әрине армандаймын, мысалы, әр теледидарда көрсетіп жатады ғой, сөз салу видеоларын салған уақытта, ондайды әрине армандаймыз, бірақ ондай басымыздан өтеді, өтпейді ме, құдай біледі, өтпейтін сияқты. Жоқ, Жұлдыз Бекеш, олай демеңіз. Ақбота әріптесіңізде дәл сіз секілді жылдам күйеуге шығып ана танамын деп ойламаса керек. Сіздің де бағыңыз жанып, арманыңыздағыдай ұсыныс жасайтын ер азамат кездесер. Айтпақшы, сіз армандап жүрген ұсыныс қалай жасалуы тиіс? Маған ең баста ер адам просто былай сақинасын бір аяққа, бір тізеге тұрып, сақинасын ұсынған уақытта ол уже маған не болатын еді, ерекше болатын еді. Бәрібір қай жер болсын? Иә, бәрібір хоть кинотеатрдың ортасы болсын, хоть ана бір көшеде жүріп баратып сөйтіп айтсын, машинада болсын, бірақ машинада қай жеріне тұрады? Демек, сезімін қайда білдірсе де бәрібір дейсіз ғой. Тек үнемі боянып, әдемі киініп, жинақы жүретініңізге қарағанда, дәл қазір ұсыныс жасаса да дайын секілдісіз. Яғни бақытты сәтіңіз камераға түсетінін білетініңізге қарағанда, дәл сондай бақыттан басыңыз айналатын күні әдемі жүруді қалайсыз ғой, Жұлдыз ханым? Шын айтса, бәрібір болатын еді, қандай түрмен, не киіп тұрғаныма байланысты емес. Ең баста сүйікті адамның ниеті болса болды. Ол кейін мысалы видео таспада сақталса мүмкін
мысалы мүмкін бала шағаларыма көрсетіп міне қараңдар мен өйстіп осындай жағдайға түсіп қалдым деп сөйтіп айтып тұрсам күшті ғой. Сүйікті бар ма адам? Оны айтпай ақ қойыңызшы. Познакомил ее с друзьями. Она быстро нашла с ними общий язык. С самого начала я почувствовал, что это тот человек, который всегда поддержит трудные минуты, с которым легко и весело, потому что она яркий и позитивный человек. Было внутреннее волнение и желание видеть ее каждый день. Сегодня я хочу сказать тебе от чистого сердца, что хочу прожить с тобой всю жизнь и задать только один вопрос. Выходи за меня замуж. Естеріңізде болса, дәл осында кинотеатрлардың бірінде Арман Қоңырбаев сүйіктісі Аша Матайға ұсыныс жасағантын. Бірнеше ай бойы өз сезімдерін сырт көзден жасырып жүрген жұлдызды жұп, осылайша құпияларын ашып, артынша дүркіретіп той өткізді. Бүгінде асылым қыздарының тәтті қылығына тоймай жүрген жас ана шығармашылықтан қол үзгенге ұқсайды. Әлде біз жаңалықтарыңызды естімей қалдық па? Мистеринс тобымен біз жаңа клип түсірдік. Осы қанша 3 күн бұрын. Енді дуэтке де уақыт жетті, келді. Енді түсіреміз, Алла қаласа шақырамыз сіздерді. Сізді постоянно шақырамыз ғой барлық. Өмірдегі болып жатқан жаңалықтың бәрін білесіздер. Шақырмаса да келеді. Әлі дайындап қойдыңыздар, иә? Махаббат туралы ма? Махаббат туралы ән жаңа клиппен бірақ халыққа шығады. Интернетке жерге салған жоқпыз. Жақын күндері өз тыңдармандарына су жаңа ән ұсынуға әзірленіп жүрген Мұхасан Шахзадаевты жағымды жаңалығымен айта берсін бағдарламасының көрермендерімен елден бұрын бөлісуді жөн санады. Қазір ең бірінші сұрап атқан сіздерсіздер. Осы міне бірер сағатта мен қазір өзім жанымды қойырға таппай бір әдемі ән шығып еді. Соның жаңағы видеосы бар, несін бәрін қазір Валюк деген мырза Валентин жіберу керек. Ол жігіт неге Қырғызстанға ұшып кетті. Сол жерде бір тығыз шаруалармен, бірақ сол жақтан отырып, сол жерден бітіріп, сол жақтан салып жіберем деген. Қазір мені қайта-қайта соткымды ашып, ішінде почтама кіріп жүрмін. 1,5 сағаттардың ішінде салып жіберем деген. Бірінші мен сіздерге айтып отырмын. Бір әдемі жақсы ән Дәрия деген ән шығып жатыр. Тақырыбы қандай болады? Тақырыбы махаббат жайлы. Нұр Мұқасан дуэті тарайды дегенді естіген жұрт біраз шулағантын. Көпшілік бұл шешім топ мүшелерінің арасында болған түсініспеушіліктен деп болжаса, топтың таралуын Нұрлан Қоныспаев әріптесі Мұқасан Шахзадаевтың жеке кетем деген сөзімен түсіндірген еді. Десе де, біздің бағдарламаға сұхбат беріп, бұл өзгерісті өзінше түсіндірген Нұрлан мырза Мұқасан досына еш реніші жоқтығын айтқантын. Және дуэтте орындалған әндердің барлығы Шахзадаев мырзаның қоржынында қалғанын, оның жеке орындауына мүлдем сәйкес келмейтінін де айтқан болатын. Алайда, әріптесінің бұл сөзіне қатысты Мұқасан мырзаның өз айтары бар екен. Бұл жерде енді шын айтқанда, мысалға Нұр Мұқасан, мен өзім сол Нұр Мұқасан болып қаламын. Нұр Мұқасан әндері сол Нұр Мұқасанның өзінде қалады. Оның үстіне бүкіл жаңағы Нұр Мұқасанның тарихында қанша ән болды, оның барлығын менің өзімнің қатысуыммен, өзімнің сол дуэтке алып келуіммен, сондықтан мен Нұрлан айтам десе мен қарсылығым жоқ оған. Бірақ дегенмен сол әннің бәрі Нұр Мұқасанның өзінде қалады. Ал бөлініп айтпақ түгілі, бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын Арман мен Аша жаңа ән жаздырумен қатар жеке кәсіп ашуды да жоспарлап қойған екен. Естеріңізде болса, бұл жұлдызды жұптың көлік жуатын салондарынан кейінгі екінші бизнесі. Тек бұл жолы жеке бизнестің өнерге де, автокөліктерге де еш қатысы жоқ екен. Алла қаласа 1-2 аптада премьерасы болады, шақырамыз. Бұл ешқандай өнерге қатысы жоқ. Бұл өзіміздің жаңағы жеке жұмысымыз және бір шара. Соны қолға алып жасайын деп жатырмыз. Шақырамыз сіздерді де, Алла қаласа, премьерасына, презентациясына. Жаңағы мен айтып кеткен нәрсе қайта осы кішкентай балаларға арналады. Жаңағы біздің презентация жасайтын жеке кәсібіміз және де кішкентай балаларға көмегіміз осы жайлы. Сол ата-ана болғалы бері біз өте қатты уайымдаймыз басқа балаларға деген денсаулықтарына байланысты. Сондықтан да ол өте пайдалы.
және ең бастысы осы болып тұр. Әрі қарай айта алмаймыз не екенін. Иә, әр бастамасы жүзеге аспайынша, құпияда ұстайтын жұлдыздар бұл жолы қандай кәсіп ашатындарын айта қойған жоқ. Дегенмен жақында ғана Instagram парақшасына ағылшын тілінің мамандарына іздеу салған Ашаматай тағыда бір отбасылық бизнесті оқу орталығын ашқалы жүргенін айтып қалды. Ең қиыны ол әрине жақсы маман табу осы салада, және қай жерде болатындығын әлі де білмейміз, шынымызды айтсақ. Бұл идея болды да, сол идея келген кезде бірден Инстаграмға жаздым, бірақ ол идеяны жоспар қылдырып енді ары қаратай дамыту керек қой, сондықтан барлығы алда. Алла қаласа, келіңіздер. Ал «Оралман из Питера» деп аталатын музыкалық комедиясын көпке ұсынып отырған Арман Дүйсенов түсірілімге жұмсалған қаражатын кинопрокат арқылы қайтарып қана қоймай, үлкен табысқа қол жеткізгісі келетінін жасырмады. Олай деп ойламасақ, біз бұндайға бел буымас ек қой. Сондықтан, иншалла, ақтайды деген үміттеміз. Жобалап қандай соңғы кеп? Қызғанатындай анау айтқан көп емес, ал бірақ қойш деп менсінбей салайтындай аз емес. Ұйқысыз өткен түндеріңіз көп болды? Ойбай-ой. Шындығын айту керек, музыкамен де айналысқанда тіпті тойларға асаба болып жүрген кезде біз үйге қайтатынбыз. Ал бұл кезде тіпті үйге мүлдем қайтпай, күні-түні жұмыс жасаған кездер көп болды. Себебі біз кинода әлгі күн аспанда тұрған кезде түсіріп үлгеріп қалу керек, себебі кетіп қалса кадр мүлдем өзгеріп кетеді. Сондай тұстар бар екен. Кино арқылы біз фокус-кулер деген сияқты мамандықтардың бар екенін түсіндік. Көптеген тәжірибе жинадық, және алдағы уақытта егер тағы да бір кино түсіреміз деген бір идея туындап жатса, онда ол бізге осы мектеп, осы тәжірибе бізге міндетті түрде көмектесетін шығар деп ойлаймын.